Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай випипай тортының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Бұл тортты мен сан етіп жасадым. Егерде сіздер жай ғана дөңгелек етіп жасайтын болсаңыздар, описание бөліміне барлық мөлшері мен диаметрлерін жазып кететін боламын. Ол үшін бізге осындай қажет заттар болады. Он, какао және разрыхтель араласқан, қалғандары көрініп тұр. Сол алдымен біздің шоколадымыз бен майымызды водяной ванняда су моншасында немесе осылай микротолқынды пеште жақсылап ертіп алатын боламыз, және де оны бірер минутқа жұмыртқамыз бен қантымызды миксерлеп көпіртіп алғанымызша суытуға қоямыз. Себебі ыстықтай құюға болмайды, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Міне видеода көрсетілгендей жұмыртқамыз 2 есе үлкейгенше, яғни қантымыз ерігенше миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте осылай шоколадымызды құйып, бірден араластыруымыз міндетті. Себебі біздің шоколадымыз кішкене жылы болғандықтан жұмыртқамызды қантымызбен бірге массамыз жақсы болмай, жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Міне осындай жақсылап араласып болғаннан соң миксердің жылдамдығын өшіріп, ендігі кезекте какао, разрыхтель және ұнымызды араластырып аламыз да, міндетті түрде осылай електен өткізіп, 3 бөлікке бөліп, ұнымызды салып алатын боламыз. Міне осылай алдымен миксердің жылдамдығын қоспай, кейіннен миксердің жылдамдығын қосып, осылай миксерлеп алатын боламыз. Достар, негізінен бұл жерде көп миксерлеудің қажеті жоқ, себебі біздің разрыхтеліміз, яғни қопсытқышымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан ұнымыздың басы бірігіп, осындай түйіршіксіз болғаннан соң ғана миксердің жылдамдығын өшіреміз, себебі бізге көп миксерлеу қажет емес. Ендігі кезекте өзіңіздің қалаған пішіміңізде осылай жазып сызып алсаңыздар болады. Мен цифра тортқа 4 санын жасайтын боламыз. Таразының көмегімен немесе өзіңіздің көз мөлшеріңізбен осылай 4 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен таразыны қолдандым. Егер сіздерде таразы жоқ болса, 4 бірдей ыдысқа қасықпен бөліп алсаңыздар да болады. Ал ендеше осылай өзіміз дайындап қойған осындай цифрамыздың ішін толтырып шығатын боламыз. Достар, алдын ала қызып, міндетті түрде алдын ала қызып тұрған, 5-10 минут алдын қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Піскен піспегенін таяқша, яғни құрғақ таяқшамен тексеріп көреміз. Таяқшамыз міндетті түрде құрғақ болып шығуы керек, сонда біздің тортымыз піскен болып шығады. Міне осылай торттарымыздың барлық қождарын дәл осылай салып пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте кремін жасауға кірісеміз. Алдын ала сүзбелі ірімшігімізді және қант ұнтағын осылай електен өткізіп, екеуі біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Достар, ескертетін жайт, біздің сүзбелі ірімшігімізде және де кілегейімізде міндетті түрде салқын және сапалы болуы керек. Ендігі кезекте осындай қалыпқа енгеннен кейін кілегейімізді құйып, өз формасын ұстайтын крем болғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің креміміз дайын, өзінің формасын жақсы ұстайды. Ендігі кезекте осы кремдерімізді 3 бөлікке бөліп аламыз да кондитерский мешогымызға жайғастырып аламыз. Достар, сіздерде насадка болса, насадка қолдансаңыздар да болады. Мен сіздерге әдейі насадканы қолданбастан жай ғана осыны мешокпен қазір кремін жағып көрсететін боламыз. Міне осылай кондитерский мешогымызға жайғастырып болғаннан соң қайшының көмегімен басын шамалатып, яғни 807 размерлі насадканың көлемінде етіп кесіп аламыз да тортымызды жинауға кірісеміз. Міне осылай кремдерімізді жағып шығамыз. Тортымыздың барлығын дәл осылай жинаймыз, алдымен барлық шетіне жағып шығамыз да, сосын қалған бөлігін ортасына жағып осылай күрекшемен туырлап шығамыз. Достар, сіздерге тағы бір айта кететін жайт, кремді теңдей 3 бөлікке бөліп алыңыздар. Себебі мешогымыздың ішінде қалып кеткен крем өз формасын негізінен жақсы ұстамайды, себебі біздің қолымыздың жылулығынан. Ал ендігі кезекте шоколадымыз бен майымызды су моншасында немесе микротолқынды пеште ертіп алып, осылай жағып шықсаңыздар болады. Мен шоколадын көп құйған жоқпын.
өзіңіздің қалауыңызша мен описание бөліміне жазып кетемін, сол мөлшерде құйсаңыз да болады, ал мен ол мөлшерден 2 есе аз қылып құйдым. Ал достар, біздің тортымыз дайын, өте керемет, нәзік торт болып шығады. Енді дайын болған тортымызды 2 сағатқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Ал достар, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менде алда көптеген видеолар болады. Арнама қосылуды ұмытпаңыз.